Неге әр адамға сырыңызды ашуға болмайды? Бұл оқиғадан кейін соның себебін түсінесіз. Бір күні жер жыртып қатты шаршаған сиыр қорасына келіп, демалуға жатады. Сол жерде жүрген мысыққа бүгін қатты шаршағанын, ертең демалғысы келетінін айтады. Мысық бұл сөзді итке басқаша жеткізеді. Иесі сиырға қатты салмақ салып жүр екен. Сонша жұмыс істеткен соң, енді оның жұмыс істегісі келмейді деп айтады. Ит бұл әңгімені қойға жеткізеді. Сиыр ертең жұмысты тастап кетуі мүмкін екен дейді. Қой сөзді доңызға барады. Сиырдың жұмысы ауыр, иесі қамшымен ұрады. Сондықтан ол жұмыс істегісі келмейді деп жеткізеді. Кейін доңыз бұл әңгімені қожайынның қызметшісіне айтады. Сиыр кеткісі келеді. Басқа қожайындар жақсырақ, ұрмайды, аш қалдырмайды дейді. Қызметші бұл сөзді қожайынға жеткізеді. Сиыр бүлік шығарып, басқа малдарды да ертіп кетпек екен дейді. Мұны естіген қожайын сиырдың кесірінен қиындық тумас үшін оны соғым қылуға шешім қабылдайды. Сиыр сойылды, бірақ ол ешқандай жаман іс істеген жоқ. Артық сөз де айтпады. Ол неге құрбан болды деп ойлайсыз? Өйткені оның бір ауыз сөзі жолай әртүрлі бұрмаланып, ауыздан ауызға жетіп, соңында қожайынның құлағына мүлде басқа мағынада жетті. Кей адамдарға сыр ашудың соңы да дәл осылай болады. Кейбірі сізді түсіну үшін емес, кейін басқаларға өсек айту үшін тыңдайды. Сосын сіз айтпаған сөздерді қосып, бәрін сіздің атыңыздан таратады. Сондықтан кейде ең дұрыс таңдау ол жай ғана үнсіз қалу. Ал егер сіз біздің арнамызға жазылмаған болсаңыз, бізді енді көрмейтін шығарсыз. Бірақ егер жазылсаңыз, құттықтаймын, сіз күн сайын дамып жатырсыз.